يا من يرى يا من يرى يا من يرى Азан KZ исламдық порталы ұсынады. في ظلمة الليل البهيج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Әлемдердің жаратушысы болған, бізге рызық несібесін берген, және нығметтердің ең ұлысы болған ислам иман нығметін беріп, біздерді мұсылмандардан еткен Алла Субханала Тағалаға хамду саналар, шексіз мақтаулар болсын. Алла Субханала Тағаланың соңғы елшісі сүйікті пайғамбарымызға, оның отбасына, сахабаларына, және сол кісілерге қияметке дейін ізгілікте ергендерге Алла Субханала Тағаланың салауат сәлемдері болсын. Алла Субханала Тағала осындай қасиетті жұма күнінде бір өзінің разылығын қалап, ұзақтан, жақыннан басып келіп жатқан әрбір қадамдарымызға сауаптардан жазып, әрі күнәларымызды кешіріп, сондай-ақ өзінің алдындағы дәрежелерімізді жоғарылатқан болсын. Ислам әлемін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан кейін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларынан кейін, немесе сол Умар радиаллаху анху дүниеден өтіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, фитнаның есігі сынып, сонымен сол уақыттан бастап қазірге дейін өкінішке орай ислам әлемінде фитна, бүліктер тоқтаған емес. Және бүліктердің көпшілігі, зияны мұсылмандардың арасынан шыққан топтардан болды. Мұсылмандардың әлсіздігі немесе мұсылмандардың көп жағдайда қиыншылыққа тап болуы сыртқы жаудың себебінен емес, ішкі бөліну, ішкі тартысулардың себебімен болды. Және ислам әлеміне қатты зиян келтірген екі топ бар. Бірі мазхабул хаваридж, екіншісі мазхабул ирджа. Яғни бірі адамдарды күнәнің себебімен күфір болмаған нәрсені күфір есептеп, кәпір деп санау, осы мазхабтың себебімен, және екіншісі мазхабул ирджа, яғни сенің иманың болса болды, еш нәрсе саған зиян етпейді, амал қажет етпейді, амал қажет емес, амал етпесең де сенің жүрегіңдегі иманың жеткілікті, саған ешқандай күнә зиян келтірмейді деген мазхаб болды. Бірақ осы екі мазхабтың ішінен ислам әлеміне қаттырақ зиян келтірген бұл әлбетте хавариждердің, яғни адамдарды орынсыз кәпірге шығарушылардың мазхабы болды. Елімізде осы айда сондай хавариждердің ақидасын, хавариждердің ұстанымын ұстанған Жамаатул хиджра ва такфир, яғни басқаларды күпірлікте айыптаушы және басқалардан бөліну керек, олардан оқшаулану керек деген ұстанымда болған жамағатқа заңмен тыйым салынды. Біз осы жамағаттың ұстанымы қандай және қайдан бастау алады, осыған тоқталып кетсек. Жамаатул хиджра ва такфир, яғни
қоныс аудару керек, мұсылмандардан басқа. Олар мұсылмандар деп есептемейді әлбетте. Олардың пікірінде кәпірлер болған адамдардан оқшаулану керек деген, оларды өздерімен келіспегендерді күпірлікте айыптаған жамағат бұл атаумен 20 ғасырда пайда болғанымен мұсылмандарды күпірлікте айыптау, өздерімен келіспегендерді мүшрик, кәфир деп есептеу, бұл алдыңғы ғасырлардан бері келе жатқан мұсылмандардың арасындағы үлкен проблема. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл топтың соншалықты қауіпті болғанынан олар жайында, олардың шығуы жайында бізге ескертіп кетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бірнеше хадистерінде осы хавариждер, яғни өздерімен келіспегендерді орынсыз күпірлікте айыптайтын жамағаттың, сондай топтың шығатындығын айтып, мұсылмандарды сақтандырып кетті. Бұл да болса бұл топтың зиянын, бұл топтың қауіптігін білдіреді. Тарихқа көз жүгіртетін болсақ, бұл топтың бірінші көрінісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезінде орын алғанын көреміз. Бірде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылмандарға олжаны, зекетті таратып жатқан кезде бір кісі атылып шығып, «Иттақиллаха я Мухаммад и'дил», Құдайдан қорқ, ей Мұхаммад, әділдік жаса деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қарсылық білдірді. Яғни ол өзінің пікірінде әділдік үшін Пайғамбарымыздан да қаттырақ жаны ашып жатқан адам болды. Өзін солай көрді. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды әділетсіздікте айыптады. Сөйтіп, Құдайдан қорқ, ей Мұхаммад, әділдік істе, бұл ісің әділдік емес деп, адамзаттың абзалы болған Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды адасуда, қателікте айыптады. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Уайлак, саған өкініш болсын, мән я'дил иза лам акун а'дил». Мен әділетті болмасам, мен әділетсіз болсам, онда кім әділетті деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сондай қатты түрде ол кісіге жауап берді. Хадисті имам Бухари, Муслимдер келтіреді. Имам Ахмад рахимахуллах келтірген риуаятта Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол жерде осы сөзді айтып болғаннан кейін: «Яхруджу мин қибалил машриқ риджалун каанна хаза минхум». Шығыс таманнан сондай бір адамдар шығады. Шығыс таман Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жатқан жерде Ирақ елі болып есептеледі. Хавариждер Ирактағы Харура деген жерден шыққан еді. Сол үшін де ислам тарихында хавариждерді әл-харуриюн, харуриліктер деп те атайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла субхана ва тағаланың білдіруімен солардың хабарын беріп жатыр. Яхруджу мин қибалил машриқи риджалун каанна хаза минхум. Шығыс таманнан сондай кісілер шығады, мына кісі солардан секілді. Яхруджуна фикум яқрауна ал-Құран. Олар сендердің араларыңда болады, Құран оқиды, бірақ ла юджауизу ханажирахум. Оқып жатқан Құраны олардың тамағынан ары кетпейді дейді. Яғни оқып жатқан Құрандарының нұры олардың жүректеріне жетпейді. Олардың оқып жатқан Құраны, алып жатқан білімі тек қана аузында. Ямруқуна минху кама ямруқу сахму минар рамия. Олар жебе садақтан қалай шығатын болса, олар діннен солай шығады деді. Бұл жағдай сол хавариждердің бірінші көрініс табуы еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұлардың соншалықты адасқан топ болғандығы үшін олардың
сипаттарын сондай ауыр сөздермен келтірді. Имам Муслим рахимахулла келтірген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оларды шаррул халқ, жаратылыстың ең жаманы деді. Жаратылыстың ең жаманы, ең құрығаны деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хауариждерді сипаттады. Хауариж сөзі араб тіліндегі хуруж, шығу деген мағынаны білдіреді. Мағынаны білдіретін сөз шариғаттағы терминдегі мағынасы өздерінен басқаларды күпірлікте айыптайтын, орынсыз кәпір деп есептейтін және мұсылмандардың басшыларына нахақтан орынсыз қарсы шығатын топ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге олардың сипаттарын үйретіп кетті. Біліп жүру үшін, олардың сөздеріне, олардың істерімен алданып қалмау үшін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистеріне қарайтын болсақ, олардың мынандай сипаттарын көреміз. Имам Ахмад Абу Дауд келтірген хадисте: "Ядауна иля китабиллахи ва лайсу минху фи шей". Олар Алланың кітабына шақырады деді. Алланың кітабына шақырады. Алланың кітабын оқиды, көптеп оқиды, құлшылықтары өте көп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Имам Бухари, Муслимдер келтірген хадисте: "Лайса қираатукум иля қираатихим би шей". Өзінің сахабаларын айтып жатыр. Сахабалар кімдер? Күндіздері ораза болған, түндері жайнамазда тұрған, тахаджудтерін қалдырмаған, нәфіл оразаларын қалдырмаған, сондай абзал жандар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол сахабаларын айтып жатыр. "Лайса қираатукум иля қираатихим би шей". Сендердің оқып жатқан Құрандарың олардың оқуымен салыстырғанда сендердің Құран оқуларың түк болмай қалады деді. "Вала салатакум иля салатихим би шей". Оқып жатқан намаздарың олардың намаздарының көптігімен салыстырғанда еш нәрсе болмай қалады деді. Басқа хадисте: "Тахқируна салатакум", яғни өздеріңнің намаздарыңды түк көрмей қаласыңдар, болмашы нәрсе көресіңдер деді. "Вала сиямакум иля сиямихим би шей". Олардың ораза тұтуларымен өздеріңнің ораза тұтуларыңды салыстыратын болсаңдар, түк көрмей қаласыңдар деді. Яғни олар сыртқы көрінісінде сондай тақуа жандар, олар сыртқы көрінісінде Құранды тастамайды, олар сыртқы көрінісінде құлшылыққа бекем. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Уаяқулуна мин қаули хайрил бария", Имам Бухари келтірген хадисте, олар адамзаттың абзалы болғанның сөзінен сөйлейді дейді. Яғни олардың құлшылықтары көп, олар Құранды көп оқиды, олардың аузында Құранның аяттары, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистері адамдарға Құранға келіңдер, "Ядауна иля китабиллах", Алланың кітабына шақырады деп. Құранға келіңдер, хадиске келіңдер. Субханалла, мен сендерге Алла айтты, пайғамбар айтты деп тұрсам, сендер маған пәленші айтты, түгенші айтты, Абу Ханифа айтты, анау айтты, мынау айтты дейсіңдер. Үстеріңнен тас жауып кетеді ме деп қорқам. Қалай сендер пайғамбарымызды тастап, Алланың кітабын тастап, Абу Ханифаның сөзіне ересіңдер деген сөздерді айтады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам олардың оқып жатқан кітаптары, Құрандары тамағынан арғарай кетпейтіндігін айтады. Имам Муслим келтірген хадисте: "Яқрауна ал-Құран яхсабуна аннаху лахум ва хуа алейхим". Олар Құран оқиды деді. Және оқып жатқан Құраны олардың әлгі Алланың кітабына келіңдер, міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі деп айтып жатқан кезде, сол оқып жатқан, келтіріп жатқан аяттары, келтіріп жатқан хадистері өздеріне дәлел болады деп ойлайды. Яхсабуна аннаху лахум ва хуа алейхим. Бірақ керісінше сол Құран, керісінше сол хадис олардың өздеріне қарсы құжат дейді. Яхсабуна аннаху лахум ва хуа алейхим. Оларға қарсы құжат деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр. Сол үшін де біз намазға бекем болған, Құранды көп оқыған, сізге аят келтіріп, хадис келтіріп тұрған әрбір адамды дұрыс жолда екен, міне осы шынайы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жолында жүрген адам екен деп ойлап қалмауымыз керек.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хауариждердің сипатын солай беріп жатыр. Алланың кітабына шақырады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисіне шақырады. Оқып жатқан аяттары оларға дәлел болады деп ойлайды. Бірақ аяттары оларға дәлел болмайды дейді. Және олардың тағы бір сипатын келтіріп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам худасаул аснан суфахаул ахлам деді. Имам Бұхари келтірген хадисте олар жас болады деді. Көбінше олар жас болады, бойында оты болады. Дінге деген оларда қызығу болады, оларда дінге жанашырлық болады. Бірақ Алла субханала тағала оларды адастырып қойған суфахаул ахлам, олардың ақылдары, ойлары дұрыс емес. Яғни өмірлері, ғұмырлары жас, бірақ ойлары пәс болған адамдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам олардың тағы бір сипатын келтірді. Яқтулуна ахлал ислам ва ядауна ахлал аусан. Имам Бұхари келтірген хадисте олар мұсылмандардың қанын төгеді, мұсылмандарға қарсы шығады және діннің дұшпандарын тастап қояды деді. Яғни олардың айналысатындары мұсылмандар болады. Олардың қолынан дін дұшпандары зиян көрмейді. Олардың қолынан, олардың сөзінен тек қана мұсылмандар зиян көретін болады. Ибн Умар радиаллаху анхума, имам Ибн Абдул-Бар ат-Тамхид кітабында, имам Бұхари муаллақ етіп келтірген хадисінде олардың тағы бір сифатын келтіреді. Инталақу иля аятин назалат фил куффар фажалуха фил муъминин. Олар кәпірлерге қатысты түскен аяттарға барады да, ол аяттарды алып мұсылмандарға қолданады деді. Өкінішке орай біз осы сипаттарды қазіргі таңда жастардың арасынан көріп жатырық. Алла субханала тағала мүшриктерге қатысты «Ма нa'будухум илля лиюқаррибуна илаллахи зульфа». Олардың біз пұттарға, бізді Құдайға жақындату үшін біз оларға құлшылық жасаймыз, табынамыз деген сөзін алып келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның имам Абу Дауд келтірген хадисінен дәлел алып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның құрметіне сұрауға болады деген әхлі сүннаның 90% ғалымы кітаптарында дұрыс деп айтқан мәселеге келетте олар сендер бұл істеріңмен әлгі мүшриктердің ісін істеп жатсыңдар. Сендер, я Алла, пайғамбардың құрметіне күнәмді кешір, пайғамбардың құрметіне қажетімді өте деп айтқан кезде сендер әлгі Аллаға жақындату үшін пұттарға табынамыз деген адамдар секілді болып жатсыңдар деп мүшриктерге түскен аятты келіп мұсылмандарға қолданады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бұл хадистеріне қарайтын болсақ, хауариждердің негізгі сипаты мұсылмандарды олар өздерімен келіспегендерді кәпір деп есептейді. Өздерінен басқаларды адасуда айыптайды. Олар тарихта бірінші Али радиаллаху анхудың кезінде сахабалардың арасындағы кейбір келіспеушіліктердің уақытында пайда болды. Алла субханала тағаланың қалауымен Али радиаллаху анху мен Муауия радиаллаху анхудың арасында ижтихад қабылдайтын мәселеде кейбір келіспеушіліктер болды. Екеуінің де ниеті таза, екеуінің де ойы ақиқатқа жету еді. Али радиаллаху анху бір ұстанымда болды, Муауия радиаллаху анху екінші бір ұстанымда болды. Екі түрлі көзқарас болды. Соның себебімен араларында келіспеушілік болды. Сол уақытта қарап отыратын болсақ, хауариждердің әлгі Құран оқып, хадис оқып жүргендердің ойларының соншалықты таяздығын көреміз. Муауия радиаллаху анху мен Али радиаллаху анху екеуі келісімге келіп жатқан кезде, келісім шартқа отырған кезде, Али радиаллаху анху амирул муъминин, мұсылмандардың басшысы деп жазған кезде, егер біз сені қазір толық басшы деп есептегенде саған қарсы шықпас едік қой, саған қарсы пікір білдірмес едік,
әмирул муъминин деген сөзді сызып тастады деді. Сонда Али радиаллаху анху жарайды деп әмирул муъминин деген сөзді сызып тастады. Сонда хауариждер шықты. Бұл мұсылмандардың басшысы деген сөзді сызып тастаса, онда кәпірлердің басшысы болып қалды, бұл кәпір деп. Сол жерде Али радиаллаху анхуды күфірлікте айыптады. Бірақ қарап отыратын болсақ, бұл іс ешқандай күфірлікті білдіретін іс емес еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, мүшриктер сенің Алланың елшісі екеніңді білгеніңде біз сенімен соғыспас едік қой, өшіріп таста деп келісім шартқа қол қойып жатқан кезде Расулуллах деген сөзді өшіріп тастап Мұхаммад ибн Абдиллах деп жазған еді. Яғни бұлар сондай бір болмашы нәрселерді күфір көріп, мұсылмандарды күфірлікте айыптайтын. Олардың күфірлікте айыптауларынан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабалары да амандықта болған жоқ еді. Және олардың екінші сипаты өздерімен келіспеген мұсылмандардың қанын төгуді жайыз деп, яғни рұқсат деп біледі. Сонымен олар Алла субханаху тағалаға жақындаймыз деп ойлайды. Бұл хауариждердің негізгі сипаты. Яғни олардың негізгі сипаты адамдарды тез күфірлікте айыптайды және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай яқтулуна ахлал ислам, мұсылмандардың қанын төгеді деді. Бұл хауариждердің негізгі сипаты. Кейін тарихта хауариждер түрлі тағы да араларында тармақтарға бөліне бастады. Ішінде кейбіреулері үлкен күнә істеген адамның барлығы кәпір деді. Яғни хауариждердің негізгі сипаты өздерімен келіспегендерді күпірлікте айыптайды және олардың қанын төгеді. Ол міндетті түрде үлкен күнә істеген адамды кәпір деп есептеу шарт емес. Кейбір адамдардың ойында сондай қате түсінік қалыптасқан. Хауариж деген кезде хауариждер яғни үлкен күнә істеген адамды айыптайтындар деді. Бұл міндетті түрде шарт болған сипат емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадисінде ол сипат келген жоқ. Және Али радиаллаху анхудың кезінде шыққан, Али радиаллаху анхуды соңында өлдірген хауариждер үлкен күнә істеген адамды күпірлікте айыптамайтын еді. Олар өздерімен келіспегендерді кәпір деп есептейтін және олардың қанын төгуге дайын болатын. Сол үшін де мынау қазіргі таңда Иракта өздерінше ислам халифатын құрып жатқан, Сирияда ислам халифатын құрып жатқан топтарды ИГИЛ, өздерін Даиш дейді арабша, соларды хауариждер деп толық айтуға болады. Себебі оларда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадисінде келген сипаттар келіп жатыр. Және сондай-ақ біздің елімізде осы такфирдің белең алуына, такфир дертінің көрініс табуына себеп болған кітаптар, себеп болған тұлғалар бар. Кейбір адамдар такфир деген кезде ол сол Египетте түрмеде пайда болған топ, солар өздерінен басқаларды кәпірлікте айыптайды, солар қауіпті деп проблеманы тек қана соларда етіп көрсеткісі келеді. Негізінде ақиқат олай емес. Біздің елімізден өкінішке орай Сирияға өздерінен басқаларды кәпірлікте айыптап соғысқа аттанғандар болды. Иракта да жүр, өкінішке орай жан-жақта жүр. Олардың ешқайсысы әлгі Мысырда түрмеде пайда болған Жамаатул Хижра уат такфирді білмейді. Олардың Шукри, Мустафа, немесе Али Исмаил деген олардың басшыларын білмейді де олардың кітаптарында оқыған емес. Олар қандай кітаптарды оқып, өздерімен келіспегендерді күпірлікте айыптады. Олар қажет болса, біз Құран мен сүннетпен үкім жүргізіп жүрміз деген Саудия мемлекетінің өзінде күпірлікте айыптады. Ол күпірлікте айыптауға дәлелді қайдан алды? Олар күпірлікке айыптауға дәлелді Мұхаммад ибн Абдул Ваххабтың кітабынан алды. Сол кісінің кітаптарын дәлел етіп өздеріне алып, басқаларды күфірлікте айыптады. Оған дәлел ол кісінің Науақидул Ислам, яғни исламды құртатын, адамды кәпір ететін істер деген кітабы бар. Сол кітабында ол кісі
мына істерді істеген адам кәпір болады деп келтіреді. Сол істерден музахаратул мушрикина ва муаванатухум алал муслимин, яғни мұсылмандарға қарсы мүшриктерге, кәпірлерге көмектесу деді. Осыны олар дәлел етіп алды да, Саудия мемлекетінде Американың әскери базасы бар. Ол жерден Афганистанға аттанып барып, Афганистанды талқандап жатыр. Ондай болатын болса, соған жерін беріп қойған Саудия мемлекеті кәпір деді. Бұны қайдан алып жатыр олар? Мұхаммад ибн Абдул Уахабтың кітабынан, Науақидул Ислам кітабынан алып жатыр. Кейін сол елдің мұсылмандарын да кәпірге шығарды, ғалымдарын кәпірге шығарды. Оны қайдан алды? Қайтадан сол Науақидул Ислам кітабынан алды. Науақидул Ислам кітабында тағы да мұсылманды кәпір ететін істердің бірі мән шакка фи куфрил кафир, кімде-кім кәпірдің кәпір екендігіне шәк келтіретін болса, ол адамның өзі кәпір деді. Яғни кім кәпірді кәпір демесе, ол өзі кәпір болады деді. Ал енді олар үкіметті кәпірге шығарып жатыр ма? Оған қарсы шығуға болмайды деп жақтап жатқан ғалымдардың өзін бұлар мына кәпірлердің кәпірлігіне күмән келтіріп жатыр деп өздерін кәпірге шығарды. Яғни олар ешқандай бір Жамаатул хижра ва такфир деген әлгі түрмедегі адамдардың кітабын оқып жатқан жоқ. Біздің еліміздегілер де олар өкінішке орай осы кітаптарды оқып күфірлікке барды. Өздерінен басқаларды кәпірлікте айыптауға барды. Және сондай-ақ басқа да үкіметтерді кәпірге шығарды. Мысалы, біздің мемлекет зайырлы мемлекет. Біздің мемлекетті олар қайдан алып күпірлікте айыптады? Бұл елде жарылыс ұйымдастыруға болады, басқа болады деп өкінішке орай қазір ютубта тағы да басқа да сайт беттерінде жихадқа шақырып жатқан әлгі хауарij жігіттерді көреміз. Келіңдер бізге, Иракқа келіңдер, Сирияға келіңдер, болмасам өздерінің елдерінде Қазақстанда жарылыс ұйымдастырыңдар деп өздерінен басқалардың қанын төгуге болады деп жатқандар. Оны қайдан алды? Тағы да қарайтын болсақ, өкінішке орай осы медресенің кітаптарынан тәлім алғанын көреміз. Сол кеткен жігіттердің барлығы осы елде осы сәләфизм, яғни Мұхаммад ибн Абдул Уахабтың медресесінің тағылымын таратып жүрген жігіттерден оқыған. Және сол елдің Шейх ибн Баздан алдыңғы муфтиі Мұхаммад ибн Ибрахим әл-Шейх, сол кісінің Рисала фи тахким ал-қауанин ал-вадъия, яғни исламнан басқа заңдарға жүгінудің үкімі деген кітапшасы бар. Сол кітапшасында кәпір болудың түрлерін санап келеді. 5-ші түрі дейді. 5-ші түрі. Бір адам Алланың заңынан басқа заңға жүгінеді дейді. Ол оны абзал көрем деп айтпайды. Ол біздің шариғатпен тең деп айтпайды. Біздің шариғат ескіріп қалған деп айтпайды. Ол еш нәрсе айтпайды дейді. Онда еш нәрсе айтпайды. Бірақ сол заңға жүгінеді, сол заңды өзіне басшылық етеді. Бұдан асқан қандай күпірлік бар дейді. Яғни біздің әхлі сүнна вал жамаа ғұламалары адам Алланың заңынан басқа заңға жүгініп жатқан кезде соны халал деп білмесе, соны біздің шариғаттан абзал деп білмесе, біздің шариғатпен тең деп білмесе, ол адам күнәһар болады, бірақ кәфір болмайды дейді. Ал бұл кісі жоқ, кім жүгінетін болса кәфір болады деді. Осыны оқып алған жігіттер өкінішке орай елімізді, жалпы біздің үкіметті, халықты күфірлікте айыптады. Және олар кәфір емес деп, басшыға қарсы шығуға болмайды деген имамдарды да барлығын күфірлікте айыптады. Сол үшін де біз елімізде такфир проблемасы осы медресенің тағылымдарынан шығып жатқанын білуіміз керек. Бұл тағылымдардың қауіпті екенін білуіміз керек. Бізде қазір заң қабылданды. Енді заң қабылданғанда сол Жамаатул хижра ва такфирдің пікірі, солардың кітабын іздеп жүрген кезде такфир пікірі басқа суретте елімізге тонналап кіріп кеткенін көреміз. Сөзімді мына бір әзіл әңгімемен аяқтағым келіп отыр. Бір шекарада тұратын, шекарадағы бекетте, постта тұратын адам күнде бір адамды көреді екен. Басқа елдің шекарасынан
екінші елге өтіп жатыр. Күнде велосипедпен келеді, тінтіп қараса, қалтасында бір пачка темекі бар, ашылмаған. Басқа еш нәрсе жоқ, алып өтеді. Екінші күні тура сондай. Тексеріп қараса, қалтасында бір пачка ашылмаған темекі. Үшінші күні тура сондай, 20-шы күні тура сондай. Әлгі күзетте тұрған адам ашуланады. Сен кімді ақымақ қылып жатсың? Не күніне бір пачка темекіден тассаң, одан да бір блогын алып кете салсайшы, бір коробкасын алып өте салшы, мені шаршатпай, мені ақымақ қылмай деді. Сонда әлгі адам күліп тұрып, мен сені темекімен алдап, қазір 20 күнде 20 велосипед осы шекарадан заңсыз өткіздім деп күліпті. Яғни біз әлгі хижра уат такфир деген жазуды, эмблеманы іздеп жүрген кезде өкінішке орай осы солар негізделген әлгі хауариждік пікір әлгі кітаптарда елімізде өкінішке орай үйретіліп жатыр. Сол үшін де шынайы такфирдің елімізде қайдан шығып жатқанын білейік, көзіміз ашық болсын, сақ болайық. Алла субханала тағала елімізді такфир бәлесінен, бұл хауариждік ақидадан аман етсін. Алла субханала тағала елімізге амандық, жұртымызға тыныштық берсін. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илейк.